Бәріңізге сәлем. Сіздермен қарапайым оливьенің құрамындағы картоп пен сәбізді суға қайнатпай микротолқынды пеште пісіріп 7 минутта дайын болатын оливьенің тәсілімен бөлісемін. Бұл жердегі ең басты тәсіл алдымен жұмыртқаны пісіруге қойып, артынша картоп пен сәбізді тазалап, қарапайым салафанға саламын. Аузын осылай қатты байламай бостау етіп байлап, микротолқынды пешке салып, жоғарғы температураға 7 минутқа қойдым. Картоп жұмыртқаларымыз пісіп жатқан кезде турайтын заттарды турап, барлығын дайындап алдым. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қолдап отырсаңыз алда әлі қызықты және пайдалы видеолар көп болады.